Қайырлы күн қыздар, бүгін біз мастикадан осындай роза гүлдерін жасап көретін боламыз. Енді қыздар, бізге мастикаға арналған оқтау қажет болады, силиконовый коврик, мастиканың өзі қажет болады, және осындай железный шарики гүл жасағанға насадка керек болады, және кондитерский мат. Ең алдымен мастиканы жақсылап жұмсартып аламыз. Жақсылап қолмен мұжып, жұмыс жасауға ыңғайландырып аламыз. Және силиконовый оқтауменен жаятын боламыз. Қазір мен ақ мастиканы қолданып жатырмын. Егер де сіз түрлі түсті гүл жасағыңыз келсе, кез келген красительді осы ақ мастикаға қосу арқылы түсін өзгерте аласыз. Қыздар, енді жапырақтарын жасау үшін осындай насадканың көмегімен думалатып кесіп шығатын боламыз. Бір гүлге шамамен 20 жапырақтай қажет болады. Бірақ кішірек гүл жасайын десеңіз 10-15 жапырақтай керек болады. Барлығын осылай. Қыздар, енді осындай кондитерский маттың үстіне жапырақтарды алып, үстінен темір шардың көмегімен басып шығатын болам. Үстінен болғанда шет-шетін басамын, жұқартамын және кішкене бүйраланатын болады. Осының көмегімен бізде гүліміз шынайы гүлге ұқсап шығады. Егер де біз бұны кондитерский матқа емес басқа жерге, немесе осы силиконовый ковриктің бетіне жасайтын болсақ, онда гүлдеріміз сол жерге жабысып қалатын болады. Сол себептен кондитерский мат міндетті түрде қажет болады. Барлығын осылай басып шығамын. Енді қыздар, біз осы жапырақтарды құрастыру үшін бізге мастика керек тағы да. Осылай жақсылап мұжып аламыз және басжағын кішкене үшкірлеу қыламыз. Бұл бізде гүлдің басы болады. Гүлімізді қазір жапырақтарымызды осыған құрастыратын боламыз. Ең бірінші жапырақты алып, осының бас жағына айналдыра орап шығамын. Екінші жапырақты жартысынан ораймын. Және келесі жапырақты да осылай құрастырып беремін. Жапырақтардың барлығын біртіндеп осылай айналдыра жабыстырып кете береміз. Егер де мастикаңыз жабыспай қатып жатса, онда кішкене су қолдансаңыз болады. Қолыңызды кішкене сулап алып, жапыраққа жағып, жабыстырсаңыз тез жабысады. Қыздар, жапырақтардың барлығын құрастырып болып, біз астын, яғни артық мастиканы кесіп тастаймыз. Қыздар, біз гүлді осылай құрастырып біттік, бірақ бұнымен гүліміз біткен жоқ. Біз енді шпажканың көмегімен жапырақтың шет-шеттерін қайырып шығатын боламыз. Сонда шынайы гүлге ұқсайтын болады. Шпажканы жапырақтың астынан қойып, үсті жағын қайырамыз. Қыздар, осымен бізде гүл дайын.